Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге сол баяғы Айдос Тренинский арнасына қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі шығарылымыз Алматы қаласынан Балқаш қаласына пойызбен сапарға шығатын боламыз. Сапарымыздың негізгі жалпы пойызы ол нөмір 73-ші Алматы Жезқазған пойызы. Сол пойызбен біз бірінші Мойынтыға дейін барамыз, Мойынтыдан ары қарай Балқашқа барамыз. Яғни Алматы Жезқазған пойызында тіркеме вагон бар. Ол вагон Мойынтыға дейін осы пойызбен барады, 73-ші, ары қарай Балқашқа дейін өзі кетеді. Жоқ, Балқашқа дейін, Мойынтыдан Балқашқа дейін бір пойызға тіркейді, мен ұмытып қалдым. Айтайын деп едім. Солай шығарылымға лайк басып отырыңыздар, пікір білдіріп, қолдап отырыңыздар. Біз жалғастырамыз, кеттік ал. Құрметті көрермен, сенен сұрайтын бір өтінішім бар. Өтініш арнаға тіркеле кетші. Сенен сұрайтын бір ғана өтінішім осы. Өйткені өкінішке орай менің арнамды көретін жандардың 70% тіркелмей қарайды екен. Сол себепті тіркеліп көргендеріңізді мен қалап отырмын. Біз жалғастырамыз, кеттік. Ал көрермендер, мінекей, мынау біз мінетін пойыз нөмір 73-ші Алматы Жезқазған. Адам көп екен, маза жоқ. Құрметті көрермендер, бүгін, яғни дәл қазір сәлден соң ораза айы басталып жатыр. Ораза ұстап жатқан жандарға, барлықтарыңызға айтарым, ораза қабыл болсын. Ораза айында айтқан тілеген тілектеріңіз барлығы қабыл болсын. Сіздерге тек жақсылық тілеймін, барлықтарыңызды жақсы көремін. Бұйырса мен де ораза ұстайын деп отырмын. Негізі ораза ұстауды айту не емес, күнә емес, андай. Мысалы, садақа бергенді айтсаң күнә ғой. Типа, соны сияқты не емес қой, ораза ұстайын деп отырмын сол. Қазір жолда отар мен шудың ортасында аузымды бекітем. Болмаса әңгімемізді вагонға жайғасып болғасын жалғастырайық, кетті. Ал құрметті достар, жақындар, мінекей Балқашқа баратын екі вагонымыз осы. Барлық балқаштықтарды, жалпы барлық Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданының, Шет ауданының тұрғындарын шын жүректен құттықтаймын. Алматыдан Балқашқа енді тікелей осы екі вагон жүреді. Қуаныштарыңыз ұзаққа созыла берсін, бұйыртса енді Балқашқа дейін тальго ашылсын. Балқаштың тұрғындарын шын жүрегіммен құттықтаймын. Мінекей осы екі вагон Балқашқа баратын болады. Қазір ішіне көріп асықпай көрсетеміз. Бұл екі вагон украиналық вагон деп аталады. Крюков вагон жасау зауытында жасалған. Вагондар өте жақсы, іші де керемет, сазымайды, жақсы. Бірақ мынау ресейлік вагондардан гөрі сәл ескірек, бірақ сапасы жақсы. Біз пойыздың ішіне кіріп жалғастырайық. Сәлден соң Алматы-ден жүретін боламыз. Сапарымыз сәтті болсын. Осылай вагондар өздігінше сәл басқашалау. Мен орын осындай орын, боковой дейді. Қазір сәлден соң жүреміз. Жалпы барлық балқаштықтарға сүйінші сұрап жазып жатырмын, құттықтап жатырмын. Қазір сәлден соң сапарымызды бастаймыз. Бірінші станция бізде Алматы 1. Кеттік. Ал достар, біз тарихи сәттің куәсі отырмыз. Араға 25 жыл салып, Алматыдан Балқашқа тікелей пойыз өз сапарын бастап жатыр. Сапарымыз сәтті болсын. Мен пласкарттың соңғы жағына келдім. Ал Алматы 2-ден жүріп жатырмыз. Одан кейін Алматы 1. Жарық жанды. Керемет. Просто мен қасында адамдар болғасын, әдейі шет жаққа кетіп қалдым да, адам жоқ жерге. Кей орындар әлі бос екен, бірақ жолда адам мінет деп айтты, сол себепті бір орындарға жатып алуға рұқсат бермеді. Мен жаңа сұрап көргем, мына орынға жатып барсам бола ма Балқашқа дейін дедім. Адамы бар деді. Жарайды дедім. Сүйінбай даңғыл көрінеді қазір. Айтпайды, zaten қызу өзің етеді ғой.
достар, Алматы 1-де жалғастырсақ қайтеді. Алматы 1-де тағы да болады. Бірінші Алматыда жалғастырайық. Мұнда қазір түнгі Алматы дейді. Андай немен әдемі жермен жүрмейміз ғой, по-любому анау базарлар, заводтардың арасымен жүрсің қазір. Орманның арасымен то есть. Алматы 1-ге келіп отыр, Алматы 1-дің екінші жолына келіппіз. Шығып түсірейін бе, керек емес пе? Меніңше керек емес сияқты. Алматы 1-ді көріп жүрміз, өткен блокта Алматы 1-ден шықтық жолға. Кстати, қайтар кездегі блогымыз бар емес па? Ол блог Алматы 2-ден аяқталады. Алматы 1-ден аяқтап жүріп қой біз блогтың барлығын. Енді Алматы 1-ден аяқтаймыз. Алматы 2-ден аяқтаймыз. Камерадан бері терезеден что-то судан ба? Терезе судан. Бірінші жолда пойыз бар екен. Алматы жазылған. Сол ма или басқа ма? Алматы жазылған не ақ тұр? Түсіп біліп келдім, сөйтсем кері бағыт екен ғой ол. Жезқазған Алматы деген кері бағыт деген. Біз Алматы Жезқазғанбыз. Түсінбей қалдым да, маған бірге шығып не болып кетті мынау. Бізден бұрын келіп қоймай деп қоямын да. Біз құрамның басындамыз. Кеттік, түсірілім жалғастырамыз. Келесі станция Отар бізде. Жүрдік Алматы 1-ден. Енді қазір енді Отарға келеміз. Отардан кейін 2023-тен бері бірінші рет аузымды бекітейін деп жатырмын. Бірінші курста бекітпедім, енді екінші курста бекітейін деп жатырмын. Өмір сыныпта білмеймін, қалай қорықпай бекіткенмін. Өйткені ол кезде андай өмір сыны оңай емес көп адамға. Маған да оңай болған жоқ. Енді белді тәуекелге ойлап осы жылда ұстайын деп жатырмыз. Алматы 1-ден кейін Отар, Отардан кейін Шу, Саршаған, Мойынты, одан кейін Балқаш. Енді достар, біз Отарға жақындағанда түсірілім жалғастырайық. Енді түнде түсіретін қатты ештеңе жоқ. Түнде түсіріп керек емес деп ойлаймын. Араға бір апта салып, біз тағы да Отардамыз. Тұру уақыты 5 ғана минут екен. Пойыз 5 ғана минут тұрады. Проводник шығармада. Өйткені қайтадан жүреміз. Достар, қазір сағаттан соң мен тамағымды жеп, аузымды бекітетін боламын. Бисмилля деп ораза айына кіріп жатырмыз. Ниеттеріміз қабыл болсын. Ұстаған оразаларымыз қабыл болып, оразадан оразаға аман есен жете берейік. Біз жалғастырамыз келесі Шу станциясы. Ал құрметті көрермендер, біз Жамбыл облысы Шу станциясына келдік. Тұру уақыты жарты сағат. Неге жарты сағат? Себебі бағана бізді Алматыдан алып келген локомотив кетіп қалды. Ренжіп бізге. Енді қазір жарты сағат емес, енді 10 минуттан кейін айналып ана басын тіркеледі. Енді бұны түсіндірген шығармын. Егер де пойыз оңтүстік бағытқа, яғни ары қарай Таразға қарай кететін болса, осы басымен кете береді былай қарай. Ал егер де солтүстікке кететін болса, басы ауысады ана бетке қарай. Қазір ауысып жатыр локомотив, несі басы. Локомотив ауысқан жоқ, тек басы ауысты. Все. Тепловоз ғана ауысады екен. Тепловоз, локомотив қана. Қалғаны қалады екен. Электровоз тіркеліп жатыр. Осы себепті жарты сағат тұрады. Мен ойлап қоям ғой. Магазинге барып бір бөле алып қайтсам айтады деп қоям ғой.
сөйтсем ораза екен ғой. Мен бірінші күн сондай болады енді, үйрене салмай жүресің. Нормально. Оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза тұтқандарыңызға. Түнде аузын, отардан кейін аузын бекітіп, солай бір ұйықтап тұрып, қазір мінекей тұрып жатқан жайым бар. Енді мәселе қазір енді жарты сағат некеннен кейін кішкене жол түсіретін болам, одан кейін Балқашқа дейін барлық сан жүретін болам. Мәселе осылай. Кеттік, былай жалғастырайық. Біз екінші жолдамыз, ал бірінші жолға нөмірі 77-ші Алматы Маңғыстау пойызы келатыр. Олар негізі бізден бұрын шыққан Алматыдан, бірақ бұлар жолда станцияға тоқтайды. Біз тек отырғанға тоқтасақ, бұлар жолда тоқтайды бір жерлерге. Жаңағыдегі Бел деген станцияға тоқтайды, Шоқпар. Бұлар сәл меніңше көбірек тұру керек бізден. Я, бізден көбірек тұрады бұл. Бірақ бұлар локомотив ауыстырмайды. Бұлар ары қарай бағытын оңтүстік бағытты жалғастырады, яғни Жамбыл облысынан ары қарай тіке кете береді. Жаңағыдегі Түрксіб, Тараз, ары қарай Түркістан облысына кетеді. Сол себепті бұның несі ауыспайды басы. Ал біз енді солтүстікке қарай кетеді. Солтүстік болғанда біз Мойынтыға дейін солай кетеміз да, Мойынтыдан кейін басымыз ауысып біздің қайттан. Біздің басымыз қайттан обратно былай кетеді. Бағана келген неміз кетеді. Солай. Өйткені ол дәл шарға кете берсе солтүстік кетеді. Біз енді Мойынтыдан ары қарай біздің пойыз оңтүстікке қарай жүреді. Оңтүстікке былай шығысқа қарай кетеді. Балқашқа қарай. Полигон ма? Біз не еткен локомотив сияқты. Ана крутой ғой. Крутой екен. Номер 1. Таластырамыз, кеттік. Жайлап аспан ағарайын деп отыр. Сәл дейсін жүреміз. Енді біз құрамның соңы боламыз. Мойынтыға дейін. Мойынтыдан кейін қайттан басы боламыз. Жоқ, белгісіз өйткені. Белгісіз. Соңында оқуымыз мүмкін. Мойынтыдан кейін. Өйткені біз тіркемей бәкіміз ғой. Бізді бір пойызға тіркейді қазір Мойынтыдан. Сол себепті нақты айтпай қойын. Солай. Бағана айтқан ғой, негізі жаңағыдегі оңтүстікке қарай дәл кететіміз, біз басып болып кете береміз. Бірақ солтүстікке баратын болғандықтан соңы боламыз. Бірақ Мойынтыдан қайтадан өзгереді енді. Кеттік, вагон ішіне кіріп, вагонда отырайық. Одан кейін түсірілімді вагон ішіне жалғастырамыз. Келесі станция бізде Шығанақ. Шығанаққа сағат 8-ден аса келеміз. Күн шығып, жақсы болып қалған кезде. Шығанақ жақ жылы дейді. Оның үстіне көлдің жағасы. Сол себепті Шығанақта күн жылы деген үміттемін. Шығанақта жалғастырамыз. Кеттік. Ал достар, біз шудан жүріп жатырмыз. Бірінші жолға 24-ші пойыз келді. Ақтөбе Алматы пойызы. Вокзал түсірем ба деймін. Ақтөбе Алматы алдымызда ұрып кетті. Терезе что-то мутный болып тұр ғой. Көзге жақсы көрінеді, бірақ камерада мутный болып кетті. Может, қараңғының әсері бар шығар. Мына бет жүрек кетті одан да. Мына бетте мутный екен по-любому. Жоқ, камера емес, терезенің бір эффектісі бар, короче, соны нетіп тұр.
Оның үстіне жарық та аз болып тұр. Міне көрдің, жарық шығып еді, әдемі болып қалды. Жарық азаяды, камера не болып кетеді. Қазір сәл ұзасақ уже 1 сағатта күн шақшиып тұрады. Ал таңғы салқынмен Шу өзенінің көпіріне дейін отырық. Қазір Шу өзені ана көріп тұрсыздар. Жалғастырамыз. Ал, құрметті көрермендер, Балқаштың әдемі көрінісіне қарап Шығанаққа жетіп қалдық. Шығанақ негізі Жамбыл облысы Мойынты ауданына қарайды. Мойынқұм ауданына қарайды екен. Мойынты деп білгенімше. Бірақ бір факт айтып кетейін. Осы Шығанақтан сәл жүрсеңіз үлкен деген ауыл бар. Ауыл емес, ол қазір енді қала деп айтсақ болады. Приозерск деген жер бар. Ол жер Алматы облысына қарайды. Ал бер жағы Шығанақ Жамбыл облысына қарайды. Неге? Өйткені бағана айтқан жерде біздің билік АЭС салынып отыр. Соған орай ол жерді Алматы облысының қарамағына берген. Негізі ол атам заманнан Алматы облысына қарайды. Сол ойлаймын, сол АЭС салуына байланысты әдейіге сол жерді неге Алматы облысына беріп қойған сияқты ше. Алматы облысы салсын деп. Бірақ территориально қарасақ Жамбыл облысына жақын ғой негізі. Үйто ол жаңағыдай үлкен деген қаланың несі орталығы Ұзынағаш. Яғни оны Жамбыл ауданына беріп қойған ғой. Сәл андай қиындау. Мен Балқашқа берсе болады, Шуға берсе болады, немесе Мойынқұмға берсе болады. Жоқ, Ұзынағашқа беріп қойған ғой. Сол жерде АЭС салынып жатыр енді бұйырса. Қазір Шығанаққа тоқтап жатырмыз. Келдік па? Тұру уақыты 5 минут екен. Мен ойлаймын түсіп керек емес деп. Отыра берейін. Қазір жүрген кезде түсірілім жалғастырамыз. Кеттік.
Шағанақтан жүріп жатырмыз. Негізі Шағанаққа көп тоқтамайды пойыздар, көп уақыт. Сарышағанға көп тоқтайды. Мына Балқаш көлінің бойында. Сарышаған үлкенірек станция өйткені. Бағана қате айтып қойдым, Приозерск деген үлкеннен бөлігі ар жағында екен ғой, Қарағанды облысына кетіп қалады екен ғой. Мен ойлағам Приозерск пен үлкен бір жерде ма деп. Приозерскті неге айттым? Приозерскті Қазақстанның жері да негізі, бірақ Ресейдің бақылауында. Ол жер бұрын вообще картада болмаған, жабық қала болған Приозерск деген. Кейіннен тәуелсіздік алғаннан кейін белгілі болды ондай қала бар екені. Мен де алдында бір неден көрдім, бірақ ояқ кәдімгі Россия, полный Россияның бақылауында қала. Приозерсктің бетінде, Балқаштың жағалауында Россияның военный базасы бар. Ол базаның тұрғанына уже біраз жыл болыпты, 20 жылдан асып кетті. Негізі Балқаш көлі 3 облысты, 3 емес, негізі 4-еу. Абай облысында қамтиды. Алматы, Жамбыл, Қарағанды. Өкінішке орай Приозерскті жаңағыдай үлкенде темір жолдан көрінбейді, алыстау. Бірақ ол екі жаққа да темір жол тартылған негізі. Бірақ жолаушылар пойыздар бармайды. Достар, ендеше түсірілімді сәлесін жалғастырайық. Менің қуатым азайып жатыр. 5% алыпты. Қуаттап алайын, одан кейін тағы да түсірілімді жалғастырамыз. Келесі станция бізде Сарышаған. Мінекей мынау әні көріп тұрсыздар. Үлкен нелерді. Осылардың барлығы АЭС салынатын жерге барады, яғни үлкенге барады. Негізі үлкенде АЭС салмақшы болып, оның несін бастауын бастап, іргесін қалап қойған. Бірақ кейіннен ол жоспарды өзгертті. Кейіннен ТЭЦ салатын болды, жылу электр станциясы. Кейіннен оны да алып тастады жобасын. Негізінен АЭСті егерде бастап кететін болса, дайын тұр. Оған ешқандай не жоқ, қандай қазығын қағып, несін құру қажет жоқ. Бірден құрылысты бастап кетсе болады. Бірақ біздің ел әзірге кім салатынын әлі шешкен жоқ. То Ресей дейді, то Қытай дейді, то консорциум құрамыз дейді. Солай. АЭС салынса, білмеймін, меніңше дұрыс секілді. Жақсы жоба. Бірақ ақшасын жеп қоймаса болады. Ақшасын жемей, нақ салынса, негізі болашағы бар жоба. Үйлер көрініп жатыр. Үлкен негізі ауыл деп айтылады, бірақ қала сияқты. Өйткені 9 қабатты үйлер бар. Негізі оны перспективасында қала болады деп жоспарлаған, бірақ аталған жобалар іске аспай қала болмай ауыл болып қалды. Көптеген үйлер байқадым мен, кадрлардан бос жатыр. Қараусыз қаңырап жатыр кейбір үйлер. Ал кейбір адамдар онда тұрып жатыр әлі күнге дейін. Күн көріп. Көпір, темір жол көпірі. Үлкенге қарай баратын темір жол. Бір факт айтайын, біз қазір енді Алматы облысындамыз.
Алматы облысына шығып, Жамбыл облысына кіріп, қайттан Алматы облысына кірдік. Бірақ енді қазір қайттан неге кіреміз? Жамбыл облысына кіріп, одан кейін Қарағанды облысына кіреміз. Мына темір жолдарға осы темір жол барады. Мына темір жолдармен пойыз жүрмей келді. Біраз болған жақты оның арасы қаңырап, сарғайып отыр ғой. Қателеспесем осы жерде бір станция бар. Разъезд немесе разъезд қателеспесем. Ана көріп тұрсыздар ма? Мінекей үлкен электр сымдары, электр тасымалдаушы нелер. Мінекей сол жерден аяз сағат бұйырса. АЭС неге мынау көлдің жағасын салады? Өйткені оған көп мөлшерде су керек. АЭС-тің нелерін суыту мақсатында. Бір неде физикада АЭС-тің несін құрдым жатты, ұмытып қалма. Мынау турбиналардың несін суыту мақсатында. Неге ананың барлығы. Ертең тағы да салады осындайлардың көп. Салынатын болса, көл ар жағында, соның дәл жерінде көл бар. Көлдің несін дайындап қойған, бекітіп айналасын. Балқашым, не көрмедің сен? Не көрсетпеді саған? Не жаздың сен, а? Осындай аяз салатындай. Бірақ зияны жоқ деп жатыр Балқашқа. Енді болашақта көреміз. Кетіп жалғастырамыз. Біз Қарағанды облысына кірдік. Яғни дәл қазіргі сәттен бастап біз Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының аумағына кірдік. Қазір сәлден соң Сарышаған станциясына тоқтайтын боламыз. Тұру уақыты 15 минут дейді. Солай. Бірақ қысқартылуы мүмкін, себебі пойыз сәл кешігіп жатыр. Уже байқалады кешігіп жатқанын уже да пойыздың. Уақытқа қарайсың, бүйтесің. Кешігіп келе жатыр. Сарышаған маңында ресейлік Приозерск қаласы жайлы айттым ғой сіздерге. Сол қаланың нелері көрініп отыр, ғимараттар алыстан. Бұл қаланың негізі СССР кезінде ешкім білмейді, бірақ қазірде ешкім білмейді. Мен де өзім осы 2-3 жыл бұрын білдім ғой, документальный фильммен. Сондай қала бар екен. Жанында российский полигон бар. Короче, ракеталарды сынақтан өткізеді. Алыс қашықтағы, жақын қашықтағы ракеталарды сынақтан өткізетін. Не бар екен? Ол базаның негізі уақыты біткен, бірақ создырған дей ма бірдеңе дейді, короче. И ол базаның тұру мақсаты, чтобы қойсақтасын, Китайдан нападение болса қорғану мақсатында тұр дейді. Жаңағыдегі Ресей қорғайды, короче, бізде Қытай жақ бізге шабуыл жасаса, Ресей қорғайды. Сол мақсатта тұр, сол база. Біз қазір Көктас деген станциядан өтіп жатыр, Сарышағанға сәл қалды. Бірақ қазіргі таңда Приозерскке кіру заңды. Негізі кезінде типа байқоңыр сияқты болған ғой. Тек пропускпен кіресің, сондай. Адам ораза кезде тамақ шыға береді. Қазір жақында көрінем екен мен камерама. Ана ғимараттар қазір. Ана ғимараттар көріне ма? Сол Приозерск қаласы. Жанында көп ғимараттар. Негізі Приозерск Сарышағаннан үлкен, 2 есе үлкен. Халқы да көп. Бірақ өкінішке орай халқы жылдан жылға азайып жатыр. Өйткені жұмыспен, басқа да мақсатпен көшіп жатқандар көп ол жақтан. Айтпақшы Приозерскке темір жол тартылған, бірақ жолаушылар пойызы бармайды онда. Мына көпірлер, жаңа өткен 2 көпір Приозерскке барады.
айтпақшы жақын жерде әскери әуежай бар. Сарычаганский военный аэродром деп жатты картада. Ол да Ресейге қарайды. Тәуелсіз еліміз дейміз, бірақ Ресейдің бізде 2 қаласы бар. Тағы да басқа да біздің кен орындарымызды Ресей басқарып отыр. Енді бұйырса енді Ресейдің тәуелділігінде шығамыз бұйырса. Мен оған сенемін. Политика қозғап керек емес. Сарышаған жалғастырамыз. Сарышағанға кіріп жатырық. Осы Сарышағанның маңынан Сарышағанды айналып өтетін жол салынып жатыр. Айналма жол. Негізі осы соңғы 5 жылдықта Астана-Алматы тас жол магистралі өте қарқынды жөндеу жұмыстары жүруде. Жаңа жолда да байқадым, көптеген жолдар кеңейіп, 4 жолақты болып, әдемі болып, бұлай жүргенге қолайлы болған. Бұрын бұяқтың жолы өте нашар тұғын. Мен жыл бала кезінен өтіп жүрмін бұяқтармен. Астанаға талай бардым. Соңғы жылдар жақсарып жатыр. Печенье, вафли, печенье. Жаңа әлде киім шығып жатқан ғой, білмеймін ғой. Тамақ шығып кетті ғой. Балық шықты ма? Бұл жақта сол ғой енді халықтың күнкөрісі. Мал шаруашылығы, балық шаруашылығы, шахтада жұмыс, темір жолда жұмыс. Болмаса үлкен қалаларға барып жоқта жұмыс істеп, немесе вахтада. Солай күн көрдік бұяқтың қалға. Үлкен бір кәсіпорын бар деп естіппін Сарышағанда. Сарышаған. Мағынасының өзі айтып тұр. Неге қойылған? Атының өзі айтып тұр мағынасын. Ну да, пригородный поезд. Бір вагон. Түсіп түсіреміз ба? Давай түсірейік. Тикток ашайық. То есть стрим ашайық. Біз Сарышағандамыз. 15 минут тұрамыз, одан кейін Мойынтыға жүреміз. Мына құрамынан Мойынтыда айырыламыз негізі. Ажырасамыз. Жезқазған Алматы
пойызымен Мойынтыға дейін барамыз да, ары қарай бөлінеміз ғой. Біз Балқашқа, олар ана жаққа Жарыққа қарай кетеді, Ақадірге. Жоқ, ештеңе алмаймын, неғып шықтым? Ой, қазір онда тик-токқа бір қазы ғой. Ал құрметті достар, Сарышағаннан жүріп жатырмыз. Бізде енді Сарышағаннан кейінгі келесі станция осы Жезқазған пойызымен тоқтайтын соңғы станциямыз. Одан кейін Жезқазған пойызынан ажыраймыз. Ол әрине Мойынты станциясы. Мойынты станциясында 28 минут тұрады екенбіз. Жақсы. Мойынты станциясынан бір пойызға тіркелеміз. Ұмытып қалдым қай пойыз екен. Сосын қателеспесем бізге тепловоз тіркеледі. Электровоз жоқ өйткені Балқашқа дейін. Каспий голдың бірлер түсіп қалды ма? Айтпақшы Сарышағаннан кейін ары қарай сәл Балқаш көлінен алыстаймыз да, одан кейін қайттан жақындаймыз. Сұрақта неге бірден Сарышағаннан Балқашқа темір жол төселмеген әлі күнге дейін? Ал мынау Мойынтыға дейінгі темір жол анау 50-ші жылдары бар да. 50-ші жылдары неткенде бұл темір жол. Түрксібке неге қатысы жоқ, бұл Түрксіптен кейін пайда болды бұл темір жол. Сол заманда неге Сарышағаннан Балқашқа тікелей темір жол тартпады екен? Қазір қатын көретін. Жалғастырамыз. Ал мінекей біз Мойынтыға жақындап қалдық, сәл ғана қалды. Камера жетер ме, көрінді ме? Анау бір пойыз кетіп жатыр. Контейнерлік құрам. Тепловоз TE33A. Басында бір пассажирский вагон бар. Одан кейінгілердің барлығы контейнерский. Камерам сәл жақында. Бар жақындаған осы. Оп, кетіп жатыр. Қазір осы жерде темір жол айрық бар. Темір жол екіге бөлінеді. Бір бөлігі Мойынтыға қарай, бір бөлігі Балқашқа қарай. Немесе бір бөлігі солтүстікке қарай, бір бөлігі Балқашқа қарай. Қазір сол жерге жақындап қалдық. Айтпақшы, айта кетейін, осы жақта темір жол құрылысы жүріп жатыр. Достық Мойынты деген естіген боласыздар жалпы. Қазақстан темір жолының сайтынан немесе жаңалықтардан. Негізі бұл жақтың жолы бір ғана жол. Екі жол емес, бір ғана жол. Осы Мойынтыдан Достыққа дейін бір ғана жол ғана барады. Енді соның қасына екінші жол салып жатыр. Ол не үшін? Ол жаңағы деген транспорттық әлеуетін дамыту үшін. Өйткені бір жол болса, пойыздар бір-бірін күтіп, мысалы бір жарты күнде келетін нәрсең 2 күнде келіп тұрады да. Сол үшін да, сол үшін де темір жол құрылысы жүріп жатыр. Өткен жол сапаладан бұл жерді анықтап көре алмадым, себебі түнде өттік бұл жерден. Енді
күндүз өтүп аныктап көрөбүз. Жакындан кезде сүрүң. Ал көрүнө ма? Мына жерде мени көрүп турсуздар, темир жол курулушу жүрүп атыр. Сәл жакындатып көрөйүк. Анау рельстер, шпалдар, мына жерлерде казган ба? Мына жерге топурак үйүптү міне. Бұрынғы жолдың жанынан жаңа жол түсіп жатыр. Кей учаскелер бітіп қойған. Қазір көрейік жақындап. Мына участок біткен сияқты меніңше, қараңыздар. Анықтап көрейік қазір. Камераны көтерейік. Аха, я, мына участок біткен екен уже. Міне қараңыздар. Бұрын тек бір ғана жол болған. Қараңыздар, екі жол. Көріп тұрсыздар ма? Өкінішке орай электробус жүрмейді, бұл жақпен тепловоз ғана жүреді. Бірақ көріп тұрсыздар. Мына жақтың учаскасы аяқталған, ана жерде тағы да участок бар. Мінекей, біз қазір осы жерден Балқашқа бағыт алатынбыз. Қазір Мойынтауға тоқтаймыз. Одан кейін біздің пасымыз ауысады. Пасымыз ана бетте болады. Одан кейін осы жолмен Балқашқа қарай бағыт аламыз. Қазір Мойынтауға тоқтаймыз. Мойынтауға тұру уақыты 28 минут. Ал Мойынтауға кіріп жатырмыз, қазір тоқтаймыз. Болашақта Мойынтауда арыс сияқты бір маңызы зор станция болады деген бір үміт бар негізі. Мына билікте да. Мойынта. Бұяқта арғындар көп. Балқаш, жалпы Қарағанды облысында арғындар көп. Не жаққа қыпшақтар енді тесілген жоқ. Тұрып тұрған ма просто? Аяғым ауырып кетті. Үшінші жолға келіп жатырық. Үшінші жолға келіп жатырмыз. Өткенде бірінші жолға келдік, я? Мына жерге келдік. Ағадыр ұқсап кетеді екенше. Ал келдік ал Мойынтауға. Қазір шығамыз. Ал достар, жағдай осылай, бізді сыртқа шығармады. Мынандай жағдай болып отыр, мінекей бізді бөліп алды. Біз енді бөлек құрам болып Балқашқа баратын боламыз. Қазір бізге тепловоз тіркеп қойды, тіркеп қойды. Бізді бөліп қойды, енді сәлден соң отправление болады. Мынаны тоқтаған күтіп тұрдым. Осылай, өмірімде бірінші Мойынтаудан шығысқа қарай бұрындадым. Тарихи сәт. Ал әнемде дегенше пойызымызда жүрді. Мойынтаудан шығып жатырмыз. Өкінішке орай Мойынтауда түсірмеді. Сыртқа шығармады. Проводник десе жауап тастады. Себебі жаңағыдегі құрамды бөліп алды. Жаңа айттым. Одан кейін тепловоз тіркеді басына. Қазір енді біз тепловоздан кетіп жатырмыз. Тепловоз TE30, TE33. Жолда не станциялар бар, мен білмеймін жалпы. Бұяққа бірінші бара жатырмын. Қазір бір қарап көрейін. Жобамен Балқаш 1, Балқаш 2 дегенді көрдім кеше әйтеуір. Бүйтіп қарап жатып та, билетті қарап жатып. Қазір бөлінеміз біз. Алматы сызған кетіп қалды, бұл Ағадырға жетіп қалды. Қазір
жаңадан біткен темір жол учаскесімен жүреміз. Жоқ, ескіге түсіп кеттік қой жаңағы ма? Ескі сияқты анау, жоқ жаңа. Анау точно жаңа енді. Топырағы жаңа екен көрініп тұр. О, жақсы келе жатырық. Жаңа біз келген жақ ана бетті қып кетті. Biz жаңа жолда екенбіз ғой. Бұл темір жол 2022-де басталды, қателеспесем. Достық мойынды. Мынау әлі салынатын участок белгілеп, мына жерде біте ма? Түсінбедім. Бізге ешқандай тіркеме жалғаған жоқ. Бізде ешерге тіркеген де жоқ. 2 вагон пакет бардымыз қызға. 2 вагон болып кетіп барамыз. Көпірді. Ал, достық мойынды магистралына түскеніміз құтты болсын. Жалғастырамыз кетті. Қай жер екенін білмеймін, бір станцияға тоқтадық. Соңғы вагонымыз. Неге? Каскулич. Қандай станция бұл? Білмеймін, мен бұяқта бірінші еттім. Қазір көреміз. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындамыз қазір, я. Қазір жүріп жатырмыз. Тұру уақыты 3 минут деді ма? 3 минут болып кетіп жатыр енді. Станция Маразез ба? Өте кішкентай жер екен бірақ. Бүйрек станциясы екен. Болды. Бүйрек станциясы. Жүрек деген станция бар келесіз. Одан кейін ми деген станция бар деп кетсең. Оразаның бірінші күні деп кім айтады? Көктемнің бірінші күнінде кім айтады? Қар болады. Негізі мен бала кезде ойлайтын, ораза тек күн жылы кезде болады деп. Сөйтсе ораза қыста да болады екен ғой. Бұлдырып тұр ғой, бірдеңе сүрту керек қана. Көріне ме? Сәл бір бар, Жуа салам не сөйтші. Нормально. Соңға вид жақсы екен негізі, соңына барып. Тек осы жүре сүрейін бе балашқа? Тілім. Айдала, ештеңе жоқ жет. Сетте ұстамай, тұна жерде кетіп бардық. Уақытта өтпей дегенше.
Кет келесін жалғастырамыз. Келесі тағы да осындай бір жерге тоқтайық. Осындай бір 3 жерге тоқтайық. Одан кейін Балқаш бірге тоқтайық. Одан кейін барып Балқашқа тоқтайық. Балқаш ең соңғы станция бар. Мен Балқашта 2 вокзал бар екенін осы жақында білдім ғой өзім. Осы сапардың алдында. Бұны білмеппін. Жоқ, ол жақта андай пойыздар көп келмейді Балқашқа негізі. Аз. Алматыға вообще тікелей бағыт болмаған ғой. 25 жылдан бері. Соның несіне ашқан осы бағытты. Астанаға бар бағыт, я, Семейге бар. Қарағандыға бар, қателеспесем. О, сөйтіп отыр. Кет, жалғастырамыз. Тағы да бір жерге тоқтап отыр, түсінбедім. Қандай жер әйтеуір. Станция ма, разъезд ба, түсінбедім. Бір жерге тоқтап отыр. Атын да білмеймін. Қазір көреміз, қазір білетін боламын. Мұнда бір құрылыс болып отыр ма? Ары кетсе 2-3 минут тоқтайды, өйткені көп тоқтайтындай станциялар емес бұл жерде. Қазір жүргесін көрейік, қандай станция екен. Көріне ма? Сарықұм деген станция екен. Сарықұм станциясы, Сарықұм. О, мұнда халық тұрады екен, кәдімгідей ауыл екен. Бағанағыдай ешкім тұрмайтын жер ма деп ойлап қалдым. Темір жол қан беріп тұр, қанша дегенмен. Әйтпесе былай қарасам малмен тұрғанға не ғой. Темір жол қан беріп тұр, әжептәуір. Жұмыс орындарын беріп. Мұнда құрылыс болып отыр ар жағында. Через мало осталось же? Через 50 минут. Аядық, керек қып дейлер. Көпір сабатыр екен. Тағы да сондай бір жерге тоқтадық. Білмеймін қазір. Былай анықтап көрейік. Қазір неге кірейікші? Міне. Көк домбақ дейді. Көк домбақ станциясы екен. Қателеспесем, келесі станция бізде Балқаш 1 болу керек, иә. Осыдан кейін Балқашқа жақындаймыз. Мен бір айтайын, бір сағат болды ау деймін. 1,5 сағат даже. Сет мүлдем жоқ. Жата беріп ішіндер түсіп кеткен.
Ұйқыда келмейді ғой, түнде ұйқы қысып жаман. Міне үйлері бар екен. Шпалдарды отын қылатын шығар бұлар. Балқашқа қанша бар екен? Картада ашпайды ғой осындай кезде. Қазір сағатты көріп жүрейік. Бағана бір станциядан өттік қой. Болды, содан кейін қазір енді Балқашқа жақындап қалыппыз. Мен сұрап біліп алдым проводниктерден. Балқаш 1-де 5 минут тұрады дейді. Балқаш 2-де тоқтайды. Пойызымыздың соңғы станциясы. Ал мұнда бірдеңе салынып жатыр. Бағана қай станцияда? Бір станцияда көрдім. Осыны салынып жатыр. Көпір, иә, көпір салынып жатыр ғой. Бір станцияда көрдім. Дәл осындай көпір салынып жатқан. Бұл дегеніміз аймақтың инфрақұрылымы дамып келе жатыр деген сөз. Мынау темір жолдың біткені қуантып жатыр мені. Мен ойладым, әлі құрылыс болған шығар деп. Жоқ. Құрылыс бітіп қалыпты. Қазір енді Балқаш қабырғасын бір ақпараттар іздеп көрейін бұл темір жол жайлы. Менде дұрыс ақпарат жоқ екен әзірге. Оппо, свет ұстап отыр ғой. Жақсы. Міне, айдала, ештеңе жоқ. Бір түп ағаштық жоқ қой, мәссаған. Қазақтың қаласы деген осындай. Ал мен тұрмын там burada. Ал достар, жақындар, біз Балқаш қаласының маңына жақындап қалдық. Сәл ғана қалды, сәлден соң Балқаш қаласына кіретін боламыз. Балқаш 1, одан кейін Балқаш 2 соңғы станциямыз. Сәл шыдасақ Балқашта боламыз. Кім ойлаған дейміз, 19 жасында Балқашқа келем деп. Мен мысалы ойлаған емеспін Балқашқа келем деп. 19 жасында. Мынау Балқаштың айналмалы жолы. Астанаға шығатын трасса мынау. Былай қарай Алматыға, былай қарай Астанаға. Балқашқа кіріп қалдық деген сөз. Көл көрді ма? Көл білмеймін, заводтар көрмедім бе? Мәссаған, Балқаштың ауасы. Лас деп айтатындай бар екен ғой негізде. Мен неден еститінім жаңалықтардан көретінім. Халқы шағымданады да, ауа ластанып жатыр, көл тартылып жатыр деп. Көлді көреміз айтпақшы бүгін. Көлге міндетті түрде барамыз. Мінекей. Қазір жалғастырамыз. О, свет ұстап жатыр. Ал біз кірдік, Балқашқа кірдік. Ұстап қойыңыздар, Балқаштан мен. Станция Балқаш. Станция Балқаш. Жаңа айттым, Балқаш 1-ге тоқтайды деп. Біз Балқаш 1-ге тоқтаймыз, одан кейін соңғы станциямызға, діттеген жерімізге сәл қалды.
завоз бар екен. Мә, депо бар екен. Түркістанға ұқсап кетті ана. Түркістанға ұқсайды екен кейбір жерлер. Жол мына бетте ме, ана бетте ме? Мен мына бетте деп ойлап тұрмын. Сарысаған Балқаш деген пойыз бар екен ғой, а? Көмір. Байқалғанымдай, бұл жақта газ жоқ сияқты. Көмір жоқ дейді халық. Үлкен жаңа көп байқалды. Газ жоқ па Балқашта? Атымен жоқ. Атымен жоқ екен газ. Өзен қорқамыз. Мінекей, Балқаш. Балқаш бірге келдік. Түсіруге мүмкіндік бере ме екен? Қазір көрейік. Балқаш старый, Балқаш бірден жүріп жатырмыз. Әне көріп тұрсыздар ма? Балқашта негізі мыс қорыту, қазақ мыстың заводы бар екен. Үлкен завод екен анау. Соның енді анау ең үлкен түтін шығатыны алыстан көрінді ғой бағана Балқашқа кіре берісте. Қазір бүгін жақыннан көруге мүмкіндік болса көруге тырысайын. Көлді көремін, бүйтем, сосын қайтамын ғой кешкісін. Айбай, жоқ кешкісін емес. Даже ауыз ашып болғасында қайтып келіп тұр. Бірақ билет болу керек маған билет алып қойғам. Айтпақшы, бұл шығарылымның негізгі демеуші Болат деген ағамыз демеушілік танытты бұл шығарылымға. Айтпеше мен Балқашқа барам деп те бір шұқтысым түсіме кірмепті. Болат Тұңғышбаев деген ағамыз осы бейненің шығуына өз демеушілігін танытты. Егер ол кісі болмағанда мүмкін бұл шығарылым болмас та еді. Билет барлығын өзі әперді, жол шығындарымды өзі көтерді. Балқашқа мені осылайша жіберіп отыр. Осындай керемет шығарылымды түсірші деп. Сіздерді қолдайын десеңіздер, құшағым ашық. Арнаның дамуына бір үлкен көмек бұл. Мен ұмытпаймын бұны, ешқашан ұмытпаймын. Болат ағамды ешқашан ұмытпаймын, өмір бойы солай өтетін боламын. Осындай Балқашқа жіберіп отырғанын. Ол кісі көріп отырса сізге Алла разы болсын. Ораза айында осы жасаған сауабыңыз мың есе қайтсын. Осылай жас арнаның дамуына өз үлкен көмек жасадыңыз. Енді Ленинский арнасы сізді жақсы көреді. Балқашта көріп тұрсыздар, қабақ үйлер өте көп, шағын орындар да көп. Былай көрейік, мінекей. Қазір күте тұрыңыздар. Анау самолет, ракета. Балқашта қоғамдық көлікте жүреді екен, жақсы болды.
көріп тұрсыздар ма? Жаңағыдегі мен айтқан түтін шығатын осы мыс қорыту заводының Балқаштағы қазақ мыстың заводының көріп тұрғандарыңыздай Балқаштың экологиясына әсері. Мен ойлаймын, осы алдағы бір 10 жылдықта Балқашқа газ тартып, ана заводқа фильтр орнатса, кішкене Балқаштың ауа райы да, климаты да кішкене өзгереді деп ойлаймын. Өйткені анау құрып тұр негізі. Маған ұнап тұрған жоқ негізі, иә. Оның үстіне қалаға дәл жанында да қаланың ше. Енді заводты қаланың сыртына апарып тастау қиын, сол себепті фильтр орнатса дұрыс болар еді. Әйтпесе Теміртаудың тағатығын қайталайын деп тұр. Теміртау ойбай сұмдық ол. Келдік па не? Оппо, кеп жатырық. Бұл екінші вокзал енді орталыққа жақын деп ойлаймын. Алматыдағыдай. Алматыда сондай ғой, екінші вокзал. Оппо. Әдемі келдік. Қазір келдік. Ал көптен күткен Балқашқа сапарымыз мінекей аяқталды деп айтсақ та болады. Келдік Балқашқа. Қазір түсіп бір Балқашта бір видео жасап жіберейін сіздер үшін. Кім ойлағаны? Жоқ, менде де бір қорқыныш деген сезім жоқ, бара сал. Келдік ал, түсейік. Ал құрметті жақындар, бауырлар, біздің Балқашқа деген сапарымыз аяқталды. Мінекей аман есен Балқашқа жеттік. Ал балқаштықтар жаңа бағыт құтты болсын. Бұйырса осымен Алматыға аман есен барып келуіңізге тілектеспін. Балқаш қаласына қош келдік біз. Балқашта бірінші рет мен. Бұлай шығып кетуге болады ғой, Осы видеоның шығуына ықпал білдірген, жалпы себепкер болған Болат Тұңғышбаев ағама. Аға болғанда енді менің ең белсенді оқырманым деп айтсам болады, өз алғысымды білдіремін. Троинский арнасы сізді жақсы көреді. Сонымен достар, шығарылымды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған сол баяғы Айдос. Сау болыңыздар. Бұнымен шығарылым аяқталмайды. Қайтарда мүмкін тағы да бір шығарылым болады. Балқаш суық екен.